аяғымнан осы 11-ден бекен 10-шы жылдан бері ауырам мына буындарым. Сода түрлі жерге бардым мен. Анда бардым, мында бардым, мына шет елдерге бардым. Индия, Түркия, Иран, Ташкент, ешқасынан пайда болмады. Осы бір мәғни деген не шығыпты бір. Осы японский. Осы соны ішкеніме бір 3 айдай болды. Басында білмей, оны мен жаңағы обязательно тамақтан кейін 20 минуттан кейін ішу керек оны строго. Оны білмей біздер 1 сағат ішеміз ғой деп сөйтіп ұмытып кетіп сөйтіп жүрдік. Сосын оны ішкеннен кейін жарты сағат және отыру керек екен. Құрғанда. Отыру да жоқ бізде. Енді осы соңғы міне осы жарты айдай болды, мен соны строго жаңадан ішіп жүрмін. Тіпелеме мына аяқтарым деген мына нәскидің мына ірзеңкі жері ойылып түсіп батады, мына бармағымдай ойылып қалды. Қазір сол жоқ. Аяқтарым жіңішкеріп, шамалы салмағым кетіп, мына ісігімді азайып, қазір жүреммен отырып жүрмін. 7 ай болды мен отыра алмай жүргеніме. Осыған. Осы дәрежеге ішкенім тіпелеме жақсы. Мына құлағымда күңгірлеп шаңылдайтын еді, ол да қойды, азайды. Күңгірлегені қойды да, шамалы шыңылды бар әлі. Бір 20 күндей болды, жақсы тіпелеме. Үстерім қышыды. Ол қышығанға қорқып едім мен. Жоқ, ол қышыған жаңағы обострение деген сөйтеді екен өзі. Ана пайда еткен кезде. Сонымен қандай нелерді іштіңіз, соны айтып жіберіңіз. Оны мен Магний, сосын артролайн іштіңіз ғой. Жаңағы буындікі. Артролайн ғой. Сол үшеуін, екеуін сұрау іштірдік. Жаңағы буындікі, жаңағы магнийді. Болды. Результат күшті. Жақсы результат. Бұрын немен жүретін еді? Бұрын обезболивающиймен жүрдіңіз. Обезболивающиймен жүретін постоянно. Оның қазір қойдыңыз ғой. Жақсы қазір. Ұйқы да жақсы. Зрение де жақсы. Солай? Алың, ішің. Көрің ешқандай қорыққан. Давлениеге жақсы, сахарға жақсы. Сүрет. Әйтеу іш құрыстың бәрінде жақсы. Мына өкпе, бауыр, бөтеке, өт, қан тамыры, жүрек, ұйқы бес бәріне пайдалы.